сіздермен мен Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы Теміртау кәсіптік техникалық колледжінің сүт өнімдерін өндіру мамандығы бойынша арнайы пәндер оқытушысы Оразалиева Айгерім. Сүт және сүт өнімдерін өңдеу технологиясы пәнінен бүгінгі өтілетін тақырыбымыз сары майдың технологиясы. Дәрістің жоспары: сары май, майды өндірудің әдістері, сүт пен кілегейдің сапасына қойылатын талаптар, май өндіру технологиясы, сары май өндіруде қолданылатын аппараттар, дайын сары майды буып түю қарастырамыз. Сары май сиыр сүтінен өндірілген тағамдық өнім. Майдан басқа сары майдың құрамына сүттің барлық құрамдық заттары кіреді. Құрылымы бойынша сары май майлы орта болып табылады. Сары майдың басты қасиеті оның консистенциясы. Сары май бағытталған ассортименттер бойынша диеталық, балалар тағамы үшін, профилактика, емдік мақсат үшін, қыздыруға арналған, кондитер өнеркәсібінде қолдану үшін, сонымен қоса ұзақ сақтау үшін дайындалады. Сары май өндірудің түрлері: кілегейді шайқау, яғни дәстүрлі, және жоғары майлылықтағы кілегейді алу әдісі болып екіге бөлінеді. Сүт пен кілегейдің сапасына қойылатын талаптарға келетін болсақ, стандарттарға сай болу керек, және стандартта көрсетілген параметрлерден басқа май өндірілген кезде келесі көрсеткіштер есепке алынады: сүттің құрамындағы майдың массалық үлесі, май түйіршіктерінің дисперсілігінің дәрежесі, сүт майының химиялық құрамы. Ал кілегейге келетін болсақ, оларды сепараторлық пунктілерінде алады. Оның екі сұрыпқа бөлінеді. Бірінші сұрыпқа жататын кілегей таза, жаңа алынған, дәмі тәттілі, бөтен дәмсіз, бөтен иіссіз, консистенциясы біркелкі болып келеді. Ал екінші сұрыпқа жататын кілегейде жемнің иісі мен дәмі және май түйіршіктері мен қату іздері, ақуыз үлпектері аздап білінеді. Яғни ол қатырылған кілегей. Майдың өндіру технологиясы: бірінші, сүтті қабылдайды, сүтті салқындатады, сүтті сақтайды, қыздырады, сепаратордан өткізеді, кілегейді жылумен өңдейді, төмен температурада кілегейді дайындайды, кілегейді шайқайды, май дәнін жуады, майды тұздайды және бояйды, майды механикалық өңдеу, майды ыдыстау және де майды сақталу болып шығарылады. Сары майдың өндіру технологиясы бойынша видео қарап өтейік.
Осылайша болып түйіледі. Әр болып түйілген майдың салмағын тексеріп отыру керек. Болып түйілген кезде ол әртүрлі, әр фирманың болып түйу әдісі әртүрлі. И тапсырмасы: балалар, сары майды өндірудің негізін жазып шығыңдар. Сары майды шайқау әдісімен өндірудің мәні неде деп ойлайсыздар? Сары майдың қандай ақауларын білесіздер? Пайдаланылған әдебиеттер. Назарларыңызға рахмет.